Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгінгі дәрісімізді исламдағы бауырластық тақырыбына арнап отырмыз. Мұсылманның ең басты қасиеттерінің бірі оның өз бауырлары мен достарына деген жоғары сүйіспеншілік сезімі. Бұл ешқандай да бөтен мақсаттар мен ішкі есептерге құрылмаған шынайы туыстық сезім. Бұл пайғамбарымыз алейхиссалам мен оның басшылығының арқасында пайда болған имандылық. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста ерекше орын алатын және басқа ештеңемен де салыстыруға келмейтін шынайы мұсылманның мінез-құлқы. Мұсылманды өзінің бауырымен байланыстыратын жақындық оның ұлтына, түсіне және тіліне қатысты емес. Бұл сенім жақындығы. Өйткені құдіреті күшті Алла Хұжрат сүресінде шын мәнінде моміндер туыс. Сондықтан екі туыстың арасын жарастырыңдар және Алладан қорқыңдар. Сонда игілікке бөленерсіңдер. Ал сенім бойынша құрылған бауырластық бәрінен де жоғары. Ол адамдардың ақылы мен рухын біріктіруші, байланыстырушы сезім. Осын есепке алғанда, мұндай тамаша бауырластық сүйіспеншіліктің ерекше түрін тудырып, өзінің биіктігімен ерекшеленеді. Ислам мұндай махаббатты Аллаға сүйіспеншілік деп атайды. Шынайы мұсылман дәл осындай сүйіспеншіліктің арқасында иманның ләззатын сезінеді. Анас радиаллаху анхудан риваят еткен хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам былай дейді: кімде-кімнің бойында төмендегі үш нәрсе болса, ол иманның тәттілігін сезінеді. Алла мен оның елшісін барша нәрседен артық жақсы көру. Жақсы көрген кісіні тек Алла үшін деп жақсы көру. Күпірлікке қайтуды тура отқа түскендей жек көру деген екен. Көптеген хадистерде бірін-бірі Алла үшін жақсы көретіндердің жоғары мәртебеге ие болатын айтылған. Алла оларға жұмақтан орын дайындайды. Алланың оларға көрсететін құрметі де ерекше. Олардың қатарында ақырет күні басқа ешқандай көлеңке болмағанда Алла Тағала өзінің көлеңкесімен қорғайтын жетеу арқылы айтылатын хадисте бар. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз алейхиссаламнан былай деп айтқанын жеткізеді: Алланың саясынан басқа сая болмайтын күні, яғни қияметтің күні, Алла Тағала 7 кісіні өзінің саясының астына алады. Соның бірі Алла үшін бірін-бірі жақсы көріп, Алла үшін бірігіп және ұлы жаратушы үшін тарасқан екеу депті. Көріп отырғанымыздай, бірін-бірі Алла үшін жақсы көретіндерді жаратушы өзінің көлеңкесінің астына алып, өзінің мейірімі мен махаббатын сыйлайтын ең таңдаулы жетеудің қасына қосады. Бұл адамдарға деген ең жоғары құрмет болып табылады. Ақирет күні Алла Тағала жиналған адамдардың ішінен дәл осы бірін-бірі Алла разылығы үшін жақсы көргендерге өзінің назарын аударып, оларға былай дейтін болады: бірін-бірі
Алла үшін жақсы көргендер үшін бұдан артық қандай сый болуы мүмкін? Муаз радиаллаху анху жеткізген хадисте Алланың Расулы саллаллаху алейхи вассаламның мына сөзін естігенін айтады. Құдіретті күшті Алла айтты: бірін-бірі жақсы көргендер үшін мен нұрдан мінбер дайындаймын, және оларға пайғамбарлар мен дін жолында шейіт болғандар қызығатын болады депті. Тағы бір хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхудың риваяты бойынша пайғамбарымыз алейхиссалам былай дейді: бір күні бір адам басқа ауылда тұратын бауырымен көрісу үшін жолға шығады. Ал Алла Тағала оған жолда кездесетін бір періштені жібереді. Ол адаммен жолда кездескенде қайда бара жатырсың деп сұрайды. Ол: мен ана ауылда тұратын бауырыммен жолығуға бара жатырмын деп жауап береді. Сонда періште: сен оған бір жақсылық жасаған шығарсың, ал енді сол жақсылығыңнан бір пайда тапқың келіп бара жатқан шығарсың дейді. Ол адам: жоқ, расында мен оны Алла Тағаланың ризалығы үшін жақсы көремін деп жауап берді. Сонда періште: шындығында сен ол адамды Алла үшін қалай жақсы көрсең, Алла да сені солай жақсы көреді деп айту үшін саған Алладан жіберілдім дейді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның айтуы бойынша бірін-бірі жақсы көрген екі бауырдың қайсысы көбірек жақсы көрсе, сол ұлы жаратушының құрметіне лайықты болмақ. Бірін-бірі жақсы көрген екі адамның қайсысының махаббаты күшті болса, сол ең жақсы жолдас бола алады. Ардақты елші саллаллаху алейхи вассалам бұл таза да күшті махаббат адамзат қоғамдастығын қалыптастыруда қандай рөл атқаратынын түсінді. Және сондықтан да ол мұсылманды бірін-бірін жақсы көруге шақырудан еш шаршаған емес. Осы арқылы адамдар арасында түсіністік пен татулық, сыйластық орнатуға күш салды. Мұсылмандық қоғамды қалай құруға өзара сыйластық пен түсінікке негізделген бауырластыққа үйрете отырып, Алла елшісінің өзі де үлкен үлгі көрсетті. Бұған мысал ретінде мына жағдайды айтуға болады. Муаз радиаллаху анху өзінің қолынан Алла елшісінің ұстап былай деп айтқанын жеткізді: я Муаз, Алланың атымен ант етемін, расында мен сені жақсы көрем. Я Муаз, мен саған әр намаздан кейін мынаны айтуды міндеттеймін: уа Алла, маған өзіңді есімде ұстауға, саған шүкіршілік етуге және дұрыстап құлшылық етуге көмектес деп айтуды үйреткен екен. Сөйтіп, Муаз ибн Жабал әр алуан елдердегі мұсылмандар арасында бұл таза сүйіспеншілікті тарата бастады. Оларға Алла үшін бірін-бірі жақсы көретін адамдарға Алла Тағала дайындаған ұлы сыйы туралы да насихаттады. Қасиетті Құран кәрімде: Астаиду билля әл-ахиллаи яума идин ба'духум ли ба'дин адуун илләл муттақин. Садақаллахул азим. Шынында пәни дүниеде бірін-бірімен шынайы доспыз деп жүрген, бірін-біріне сыйластығы артып жүрген адамдар қияметте бірін-біріне достықтары Алланың атымен бекімеген болса, дұшпан болып шығады. Өйткені Алланың атымен бекіту ол Алладан шынайы қорқатын тақуалар дейді. Мұндағы мағынамыз не?
өмірде әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Адам қызмет үшін, яки болмаса мансап пен байлық, басқа да бір мүмкіндіктерді әп-сәтте пайдаланып кету үшін арадағы достық, арадағы сыйластық ол пәни дүниедегі болып қалады. Алла ризалығы үшін ауырып жатқан кісінің халін сұраса, Алла ризалығы үшін сол бауырына қол ұшын берсе, тым болмағанда жылы сөзін, жақсы қуаттандыратын шынайы ізгі ниетін білдірсе, міне сол Алла ризалығы үшін достықтары бекіген болып саналады. Алла Субханаху ва Тағаланың Расулының айтқан сөздерінде имам Малик өзінің Әл-Муатта хадистер жинағында Абу Идрис Әл-Хаулиянидің айтқан сөзін келтіреді. Бірде Дамаскідегі мешітке кіргенімде адамдардың ортасында отырған жарқыраған ақ тісті жас жігітті көрдім. Оған адамдар сұрақ қойып, оның айтқанын дұрыс санап, өздерінің істерінде соның жауабына сүйеніп амал қылатын. Мен ол туралы сұрай бастадым, дейді. Сонда ол Муаз ибн Жабал разияллаху анху еді. Ертеңіне мен мешітке ертерек келсем, ол онда менен де ерте келіп намаз оқып жатыр екен. Мен оның намазын оқып болуын күттім де, намаз оқып болысымен алдына келіп сәлем беріп, Алланың атымен ант етемін, расында мен сені Алла үшін жақсы көремін дедім. Сонда ол кісі Алла үшін екеніне ант бересің бе деді. Мен Алла үшін екеніне ант беремін дедім. Ол кісі тағы да қайталап сұрады. Мен тағы да жауап бердім дейді. Сонда ардақты сахаба мені шапанымның шетінен тартып, қуана бер, өйткені расында мен Алла елшісінің, Алла Тағала айтты, мен үшін бірін-бірін жақсы көріп, мен үшін бірін-бірімен кездесіп, шынайы ықыласын танытқан, мен үшін бір-бірімен жолығатындарды мен де міндетті түрде жақсы көремін деген естідім деді. Алланың құдіретімен болған көрегендік қасиеттің арқасында пайғамбарымыз тек шынайы және жоғары деңгейдегі туыстықты уағыздады. Адамдардың жүрегі көре алмаушылықтан тазарып, жан дүниелері бірін-бірі жек көру мен бақталастықтан босайтынын жеткізді. Және бұл туралы өзінің сахабаларына үнемі қайталап айтып, жүректерге сүйіспеншілік ұрығын септі. Осы шынайы сүйіспеншіліктің көмегімен Алланың елшісі исламның алғашқы дәнін сеуіп, ұлы жаратушының үкімдерін жеткізді. Шынайыда ғажайып сүйіспеншілікпен Алла елшісі бүкіл әлемде теңдесі болып көрмеген мұсылмандар қауымын құрды. Бұл туралы Абу Муса радиаллаху анхудан пайғамбарымыздың бұлай деп айтқанын жеткізді. Расында мүміндер бір-бірін байланысымен мықтаған бүтін құрылыс секілді. Екі қолының саусақтарын бір-біріне кіргізіп айқастырды. Пайғамбарымыз және бұлай деді: мүмін бірін-бірі жанашырлығымен және рақымшылығымен бір дене секілді. Егер дененің бір жері ауырса, онда бүкіл дене онымен бірге ыстығы көтеріліп, ұйқыдан қалып мазасызданады. Бұл хадисті Бұхари және Муслимнің хадис жинақтарында Ан-Нуъман ибн Башир радиаллаху анху жеткізген. Мұсылман
ислам жолындағы бауырларымен байланысты үзбейді және оларды тастап кетпейді. Алла Тағала баршамыздың бауырмашылдық қасиетімізді арттырып, өз мейірім рахымына бөлегей. Амин.